İyi günler arkadaşlar. Қайырлы күн достар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз şimdiki zaman. Қазіргі шақ. Яғни білесіз, қазіргі шақ қазақ тілінде қалай? Қандай сұраққа жауап береді? Не істеп жатырсың? Не істеп жатырсыз? Сіз қазір не істеп жатырсыз? Сіз қазір сабақ қарап жатырсыз, иә? Біз оны түркше қалай айтамыз? Ben şimdi ders bakıyorum. Ders izliyorum. Мен қазір не істеп жатырмын? Мен қазір сабақ түсіндіріп жатырмын. Ben şimdi ders anlatıyorum. Енді оның грамматикалық ережесіне назар аударайық. Бізде фил дегеніміз етістік. Яғни етістік бізде дауыссыз дыбыспен бітетін болса, оған а, е, и, о, у немесе ү әріптері жалғанатын болады. Мысалы, қалмақ, қалу деген сөзді алайық. Қалмақ. Бұл жерде етістіктің түбірі кал. Кал деген кезде бізге йор жалғауы қалай жалғанады? ы әріпі арқылы жалғанады. Яғни калы йор. Тағы гитмек, кету, бару деген етістікті алайық. Гитмек. Гитмек болатын болса, ол бізде йор жалғауы жалғанған кезде гидиор болады. Яғни бұл жердегі т әріпі бұның үндестігіне қарай бізде д болып өзгеріп кетеді. Гидиор. Келесі бізде кошмак, яғни кошиор. Кошмак деген бізде жүгіру, түбірі кош. Йор жалғауы жалғанған кезде кошуйор болады. Келесі етістік бізде görmek. Көру, я? Görmek. Оған йор жалғауы жалғанған кезде görüyor. Яғни түсініп тұрмыз ба? Мына жердегі бізде берілген дауысты дыбыстар, яғни бізде етістік дауыссыз дыбысқа бітетін болса, осы йор жалғауының арасындағы жаңағы байланыстырып тұратын дыбыстар болып саналады. Енді дауысты дыбысты қарастыратын болсақ, бізде мысалы и, у, өге бітетін болса, онда бізге тек ештеңе жалғаудың қажеті жоқ. Мысалы, оқумак деген сөзді алайық. Оқумак, оқу, ол бізде йор жалғанғанда оку йор болады. Ештеңе өзгермеді. Тек түбірі оку, йор бізде жалғау. Тағы бір мысал. Uyumak, ұйықтау. Uyumak, йор жалғанған кезде ұю, йор болады. Түбірі бізде ұю. Тамам ма? Енді, егерде бізде етістіктеріміз а, е әріптеріне бітетін болса, онда соңғы, мысалы, арамак деген сөзді алайық. Қазір қызыл калемім нәрді біне. Арамак деген сөзді алайық. Бұл жерде бізде түбірі арая. Осы жақтағы а әріпі бізде немесе у болып өзгереді. Яғни йор жалғанғанда ары йор болады. Özlemek, сағыну. Özlemek, сағыну. Бұл жерде түбірі өзле. Қалай өзгереді? Мына әріп бізде өя. Özlüyor. Özlüyor. Йор жалғанғанда осылай жасалады. Қазір біз қазіргі шақтың йор деген жалғауымен етістіктерге қалай жалғанатынын қарастырдық, я? Енді алдыңғы сабақтағы жіктік есімдіктерді еске түсіре отырып, осы жердегі бір етістікті талдайық. Так, бірінші gitmek,
яғни гидеор деген етістікті қарастырайық. Ол кезде бізде қандай жалғау жалғанады, қалай жалғанады, соны жасайтын боламыз. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. O gidiyor. Бұл жерде жалғау жоқ, иә? Biz gidiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Onlar gidiyor немесе onlar gidiyorlar. Так, бұл жерде бізде болымды түрі, болымды, яғни олымлы түрі. Жалғауларға мән берейік. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. O gidiyor жалғанбайды дедік. Biz gidiyoruz. Çok pardon. Gidiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Onlar gidiyorlar. Değil mi? Осылай. Енді бізде болымсыз түрі жасалғанда қалай жалғанады? Болымсыз түрі олымсыз. Переводын жазып қойдым. Оның жалғауларына мән берейік. М, ми, му, мі. Ben gitmiyorum. Gitmiyorum. Sen gitmiyorsun. O gitmiyor. Biz gitmiyoruz. Siz gitmiyorsunuz. Onlar gitmiyorlar. Сонда бізде етістікке м немесе ми, му, мі жалғауы жалғанады. Болымсыз түрінде. Сосын йор жалғанады. Және соңында жүктік жалғауы жалғанады. Жүктік жалғауы. Осы ережені есте сақтап қалайық. Ал болымды түрінде бізде фил болады. Бұл жалғаулар, болымсыз жалғаулар болмайды. Мына жерге жазайын. Қазір. Фил, йор, және жүктік жалғауы. Сонымен достар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сонымен түрік тілін үйрену оңай, Түркияға түсу де, бұл жақта оқу да оңай. Бастысы ниет, амалдар ниетке байланысты. Көріскенше!